Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен біркелкі болып созылатын лағманның созылу әдісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен салқын 320 мл суымызға 1 шай қасық тұзымызды салып, тұз ерігенше араластырамыз. Су міндетті түрде салқын болу қажет. Мен оны тоңазытқышқа қойып алдым. Ұн міндетті түрде електен өткізілген болу қажет. Енді суымызды құйып, қатты қамыр елейміз. Қамыр қолға жабыспайтындай қатты болу қажет және арасындағы түйіршіктері болмау керек. Барлығын біркелкі етіп, біріктіріп алғаннан кейін тегіс жерге қойып, тағы да бір илеп аламыз. Міне қамыр осындай қолға жабыспайтындай болып шығады және қамырды қалай жақсы елесек, солай біздің лағманымыз әдемі болып шығады. Енді пакетке салып 20-30 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз 30 минуттай демалды. Енді тағы да бір илеп 15-20 минутқа тағы да демалдырамыз. Қамыр 15-20 минуттай тұрды. Енді осылай жайып, үстінен оқтаумен кішкене жайып, пышақтың көмегімен бөліктерге бөліп шығамыз. Енді қамырымызды майлап жайып шығамыз. Астында ағаш тақтай болса, өте жақсы жайылады. Және ыдысымызға осылай ұлу тәрізді етіп орап шығып орналастырамыз. Бетіне тағы да май жағып, бүкіл жері жабық тұратындай пакетпен жауып қоямыз. 15 минутқа демалдырамыз. Қамырымыз 15 минуттай демалды. Енді ең бірінші ораған қамырымыздан бастап жіңішке қамыр жасайтын боламыз. Екі қолмен оқтаумен қамыр жайғандай қамырды созып шығамыз.
Енді қамырымыздың соңғы этабы пісіруге дайындаймыз. Саусақтың көмегімен осылай домалата отырып жіңішкеретіп созамыз. Қаласаңыздар жуандау етіп жасасаңыздар да болады. Бір қолдың сырт жағымен және бір қолдың іш жағымен қамырымызды орап аламыз. Сосын қатты жерге ұрып аламыз. Сол кезде қамырымыз біркелкі болып шығады. Енді қайнап тұрған суымызға тұз салып, қамырымызды салып, таяқшаның көмегімен осылай айналдыра отырып пісіріп аламыз. 3-4 минуттай ғана пісіріп алу қажет. Одан артық ұстасаңыздар, қамырыңыз езіліп кетуі мүмкін. Қамырымыз пісіп шықты, енді сүзіп аламыз. Оны салқын суға салудың қажеті жоқ. Тегіс жерге қамырымызды жайып, бетіне май жағып, біркелкі қылып араластырамыз. Барлық жеріне май тию қажет. Қамырымыз біркелкі, бір-біріне жабыспай әдемі болып шықты. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.